Сәлем оқырман. Кеше ғана ер жігітке үміткері келген еді. Өте әдемі көрікті қыз, есімі Мадина. Сол күні кеште бірге жақсы кеш өткізген екен. Бір-біріне үйлесімді жұп. Екеуі бір-біріне жымиып қояды. Керемет көрініс. Таныстықтары қалай жалғасатынын бірге көретін боламыз. Мадина қызымыздың жасы 22-де, Талдықорған қаласының тумасы екен, метбек екен. Ер жігітті не үшін таңдап келдің десе, ер жігіт атына ер жігіт деп жауап берді. Өте тартымды қыз. Ал сіздің ойларыңыз қалай, ер жігіт пен Мадина бір-біріне келе ме? Таныстықтары әрі қарай жалғаса ма? Ер жігітті жобадан қарап жүріп қой, сол арада кішкене ғана болса да, енді қыз оған ұнады ма, ұнамағаны білуге болады шыны керек. Бір байқағанымыз, қыз ұнаса бірге суреттерін жүктеп желіге салатыны бар. Қаншама қыз келген, өте әдемілер де болды, жақсылар да болды. Ешқайсысы жақпады ғой әнші жігітімізге. Ендігі көреміз, екеуінің таныстықтары жұптыққа бара ма? Бір іштей үміт бар, мүмкін осы маусымда жобада өзінің жартысын табады деген үміттеміз. Енді көрермендердің пікірі 100%-ға ер жігітті қолдап, жақсы тілектерін жазып қойған. Оқып көрейік. Ер жігіт пен үміткері бір-біріне ұқсайды екен. Мейая ер жігітке неужели нормальны қыз келді, екеуі қатты жарасады. Ер жігіт күшті, үміткер келді, өлеңді күшті айттың, даусың тамаша ер жігіт. Алла күш қуат берсін. Ер жігіт пен мына үміткер екеуі жарасады екен, әдемі. Ер жігіт, сізге жақсы қыз келді. Бәрі жақсы болып, үйленіп кетуіңізге тілектеспін. Бақытты болыңыз. Ер жігіттің үміткер болып келетін қыздарға қоятын талғамдары жоғары. Сол себептен осы жобада отырғанына 5 жыл жүзі болды дегенде бар енді. Сіздің ойыңыз қалай?